Бұл видеода Bixar 2.0 жүйесінде этикетканы қалай басып шығаруға болатынын және штрих-код сканерін қалай қосу керектігін көрсетемін. Bixar KZ сайтына кіреміз. Содан кейін товары бөлімін ашамыз. Этикетканы басып шығару қажет тауарды таңдап, оң жақтағы 3 нүктені басып, печать пунктін таңдаймыз. Басып шығару үшін қосымша мини қосымшаны орнату қажет. Осы терезеде скачать батырмасын басып, архивті жүктейміз. Жүктеп болғаннан кейін архивті ашамыз. Windows немесе Mac операциялық жүйеңізге байланысты сәйкес қосымшаны іске қосамыз. Сайтқа қайта ораламыз. Отправить для печати батырмасын басамыз. Қосымшада басып шығаруға дайын файл пайда болады. Қосылған принтерді анықтау үшін найти батырмасын басамыз. Принтер атауын таңдаймыз. Төменде басып шығарылатын этикетка санын көрсетуге болады. Баптауларды аяқтағаннан кейін печать батырмасын басамыз. Принтер этикетканы басып шығарады. Енді штрих-код сканерін құрылғыға қосамыз. Сканерге байланысты сымды немесе сымсыз, кабельді немесе USB қабылдағышты құрылғыға қосамыз. Сканердің жұмысын тексеру үшін басып шығарылған этикетканы сканерлейміз. Егер сканер дұрыс оқыса, құрылғы қосылып, жұмысқа дайын деген сөз.